Сабақтың тақырыбы әлеуметтанудың құрылымы мен қызметі. Сабақтың жоспары әлеуметтану ғылымы, макро және микро социологиялық теориялар, қоғам тірі организм ретінде, функционализм. Сабақтың мақсаты әлеуметтану туралы түсінік беру, маңызын анықтау, гуманитарлық білімнің басқа да түрлерімен салыстыра отырып, әлеуметтік білімнің ерекшеліктерін талқылау. Студенттерді әлеуметтанудың қызметімен таныстыру, социологияның мазмұнын қаншалықты терең екендігін ұғындыру, социология ғылымына қызығушылық тудыру. Ең алдымен әлеуметтану дегеніміз қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты болып табылады. Социологтар қоғамды екі деңгейде қарастырады: микро және макро деңгейде. Микросоциология ең алдымен әлеуметтік психологиялық, атап айтқанда социометриялық әдістерді пайдаланып, кіші топтағы тұлғааралық қатынастарды зерделеуге баса назар аударады. Оның негізгі зерттеу нысаны индивид, тұлға, кіші әлеуметтік топ және олардың өзара қатынастары. Микросоциология адамдар арасындағы байланыстың мән-мағынасын талдау арқылы әлеуметтік құбылыстарды түсінуге мүмкіндік береді. Микросоциологиялық зерттеулер социологиялық талдау, топтастыру, жалпылау арқылы өзінің теориялық негіздерін дамытады. Макросоциология негізінде кез келген қоғамның мәнін түсінуге көмектесетін іс-әрекет үлгілеріне мән береді. Бұл құрылымдар өздеріне мынадай қоғамдық институттарды енгізеді. Атап айтсақ, отбасы, білім, дін, сондай-ақ саяси және экономикалық құрылыс. Адамдар дүниеге келгеннен бастап осы әлеуметтік құрылымдарға енеді, әрі оның терең әсерін байқайды. Макросоциологтар қоғамның түрлі бөліктерінің қарым-қатынастарын зерттеуге аса мән береді. Олар сондай-ақ осы өзара байланыстардың өзгеруін де анықтауға тырысады. Социология ғылымының әлеуметтік қоғамдық қызметі. Социология ғылымының әлеуметтік қоғамдық қызметі әртүрлі. Солардың ішінде негізгі төртеуін бөліп көрсетуге болады: эмпирикалық қызмет, теоретикалық қызмет, социология ғылымының болжамдық қызметі және қолданбалы қызмет. Бірінші, эмпирикалық қызмет нақты ақпараттар мен алғашқы мәліметтерді жинау және өңдеу қызметін атқарады. Мысалы, тұрғындар санын, құрамы мен өсім деңгейін, жұмыссыздар санын, ажырасу көрсеткіштерін, жанұядағы табыс мөлшерін, тағы да басқа деректерді өңдеу қызметін атқарады. Теоретикалық қызмет социологтар жиналған мәліметтерді анализдеп, бір жүйеге келтірген соң, бұлардан практикалық түрде дәлелденген ғылыми қорытынды шығарады. Осының нәтижесінде социологиялық ғылымға жаңа ұғымдар мен терминдер енгізіледі. Жаңа концепциялар, әлеуметтік құбылыстар мен процестерді түсіндіруде жаңа теориялар пайда болады. Социология ғылымының болжамдық қызметі де осы көріністермен байланысты. Бұл қызмет ғылымдар сол және басқа әлеуметтік процестердің болашақта дамуын алдын ала ғылыми негіздеп, болжам жасауында көрінеді. Мысалы, тұрғындардың саны мен құрылымының өзгеруін, жуырда болатын сайлаудағы сайлаушының іс-әрекетін, экологиялық бұзылу зардаптарын алдын ала болжау, тағы сол сияқты. Ақырында социологиялық болжамдар, теоретикалық өңдеулер практикалық мақсатта қолданылып, социология қолданбалы қызмет атқарады. Социологтардың бұл зерттеулері білім жүйесінде жақсы көрсеткішке ие болуына, денсаулық сақтау, тұрғындарды әлеуметтік қамсыздандыруда үлкен рөл атқарады. Жоспарымыздың үшінші бөлігі қоғам тірі организм ретінде, функционализм. Ең алдымен қоғам дегеніміз не? Тарихына үңілсек, қоғамдық өмір жер бетінде адамзаттың пайда болуынан бастап, осыдан 2-3 миллион жыл бұрын пайда болған. Қоғам түсінігі қоғам, қауымдастық, жалпы, біріккен, ұжымдық мағыналармен байланысты. Қоғам, адамдар және олардың өмір сүруі мен қызмет ету барысындағы бірлестік формасы. Тағы да қоғам түсінігіне мысал келтірсек, адамдардың қызығушылықтары мен қызметі бойынша бірігуі. Адамдардың бірлестік түрлері: мемлекет, халық, жанұя, саяси партиялар, еңбек ұжымы, топтар. Осылардың барлығы бірлесе келе қоғамды құрайды. Қорыта келе, қоғам дегеніміз өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында белгілі бір тарихи кеңістіктегі, белгілі бір географиялық аумақтағы өзара қарым-қатынасқа қатысушы адамдар жиынтығы.
Қоғамды тірі организм ретінде белгілі философ, әлеуметтанушы Герберт Спенсер қарастырған. Қоғам мен қоғамдық құрылыстар туралы функционалистік көзқарастарды алғаш рет 19 ғасырда ғалымның еңбектерінен көруге болады. Ол қоғамды адам денесі секілді тірі организммен салыстырады. Біздің организміміздегі әрбір орган, жүрек, ми, асқазан және тағы сол сияқты өмір сүру процесінде арнайы функцияны атқарады. Егер біздің организміміздегі бір функция қызметін тоқтатса, немесе жеткіліксіз дәрежеде қызмет етсе, организм қалыпты түрде қызмет ете алмай қалады, немесе қатардан шығады. Сол сияқты функционализм жазушылары қоғамды көптеген бөліктерден құралған организмдер ретінде қарастырады. Олар әскери, экономикалық, медициналық, діни, тағы да басқа салаларға бөліп, оның функционалын ғылыми теория ретінде талдап қарастырады. Спенсер бойынша қоғам биологиялық ағза ретінде көлемін өзгертеді, ұлғаяды, өзгереді және күрделенеді. Түрлі элементтері өз қызметтерін атқарады. Түрлі элементтері өз үйлесімін табады. Белгілі бір уақыт элементтері жеке өмір сүре алады. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.